Ну что ж, дорогие друзья, ставит у нас точку главный бой вечера, 8-го ивента. Ну что ж, мы долго ждали этот бой под вашими громкими аплодисментами. И давайте встречаем Илья Пархоменко! Кандидат мастера спорта по карате Кёкушинкай, призер международных турниров и других республиканских соревнований, чемпион лоу-кик чемпионшип. Его соперник синяя сторона, победитель лоу-кик чемпионшип, черный пояс первый дан по Шин Кёкушинкай карате, черный пояс первый дан по Ашихара карате, мастер спорта Республики Казахстан, чемпион и призер республиканских и международных соревнований. Встречайте, Дилан Капанов! Правила знаем, правила не нарушаем. Колено не бьем, выше таза не бьем. Ногу при ударе не поворачиваем. Орел, решка. Орел начинает. Бүгінгі күннің басты жекпе-жегі десек те болады. Соңғы жекпе-жегі тәжірибелі спортшылар, каратэшілер Илья Пархоменко мен Дилан Қапанов арасындағы жекпе-жекті тамашалаймыз. Дилан Қапанов бұған дейін 3 кездесу өткізген, осы лоу-кик жарыстарында, чемпионаттарында. Соның екеуінде қарсыластарына есе жіберсе, бір кездесуде жеңіске жеткен. Ал Илья Пархоменко 2 кездесу өткізіп, екеуінде де жеңіске жеткен. Міне 70 келіге дейінгі салмақта Ильяның бойы ұзын, бірақ жасы қарсыласынан кіші. Пархоменко небәрі 19 жаста, ал Дилан Қапанов 23 жаста. Екеуі де каратеден қара белбеу, бірінші дан иегері. Илья Пархоменко Кёкушинкай карате болса, Қапанов Дилан Ашихара каратеден бірінші дан қара белбеу иегері. Бұл екі жігіттің де бұған дейінгі жекпе-жектерін тамашалаған болатынбыз. Қазір ұзаққа созылу әбден мүмкін, өйткені екеуі де өте төзімді, қайтпас қайсар жігіттер. Енді біразға шейін алсайын деп тұр қазір. Диланға шегінуге жол жоқ, өйткені жыл соңындағы мықтылардың жарысына бару үшін Қапанов осы турнирде қалайда жеңіске жету керек. Ал Илья Пархоменко өзінің рекордына дейміз, өзінің осы лоу-кик жарыстарындағы рекордына ашы жеңілісті енгізгісі келмейді. Ашы жеңілістің әлі дәмін татып та көрген жоқ. Илья Пархоменко бұған дейін 2 кездесу өткізіп, екеуінде де жеңіске жетті дегенді айттық қой. Енді үшінші жекпе-жекте де міне ергезек 3-ке дейін дейді Илья Пархоменко. Үшінші кездесуде қайтар екен қазір. Қазір Дилан Қапановтың соққысы бұл жолы қаттырақ дейді. Бұған дейінгілерге қарағанда оны сезді Илья Пархоменко. Енді соққыны қабылдайтын Дилан, бақыттайтын Илья. Жоқ. Міне көрдіңіздер, Дилан сол аяғын тосады соққыға, ал керісінше сол аяқпен тепті солақай спортшы. Ал Илья Пархоменко керісінше оң аяқпен тебеді міне. Сол оң аяғын қояды. Енді бұл Илья Пархоменкоға ауыр болды. Бұл соққының салмағы сезілді. Қазір Илья тағы да көреді, қазір барынша тырысып. Дилан Қапанов бұған дейінгі жекпе-жегінде айтқан болатын. Мен бірінші кездесуімде қателік жібердім. Енді міне дайындалып келем деген. Қазір бұрынғыдай емес, алғашқыдай емес. Қазір Диланның тебісі де басқаша Қапановтың.
Бұл соңғы жекпе-жек бүгінгі жарыс күніндегі. Сондықтан да айттық, ұзаққа созылу әбден мүмкін дегенде міне қазір бапкерлері, жанкүйерлері, ал міне лоу-кик белбеуінің иегерлері де бар осында. Нағыз мықтылардың жарысы жыл соңында. Әр спортшыға уақыт беріледі тебетін кезде, яғни 1 минуттай уақыт, егер 1 минуттан асып кетсе, онда жарыс тоқтатылады. Сондықтан да міне жігіттердің ойлануына 1 минуттай уақыт бар енді. 1 минут емес, тіпті 30 секунд ау деймін осы. Жоқ, әзір Дилан Қапанов әзірше Илья Пархоменконың соққысын жеңіл қабылдап жатыр. Пархоменко оң аяқпен әрең сілтіп басып сезінді қазір Дилан Ернатұлының соққысы. Тәжірибелі спортшылар қазір қолдау керек. Міне қазір Дилан Қапанов Ильяның соққысын сезген жоқпын дегендей ишара жасады. Енді бұл да бір жағы психологиялық шабуыл дейміз ғой қарсыласқа. Өте ауыр. Илья Пархоменко осыған дейінгі жекпе-жегінде, әсіресе алғашқы жекпе-жегінде қиналмай жеңіске жеткен. Ал енді қазір Дилан Қапановқа келіп еді. Міне тәжірибелі спортшылар жеңіс оңайшылықпен бере салмайтын анық. Диланның кезегі, міне осы соққыдан кейін Илья Пархоменко жарысты жалғастыра ала ма? Жалғастырамын дейді. Қазір ескерту жасады. Қазір ережеден тыс сәл қателік жіберген болу керек соққы жасайтын кезде. Енді барынша қайталамауға тырысады Дилан Қапанов. Күшеніп тұрып тепкен, күштеп тұрып тепкен. Соққы Дилан Қапановтың кезегінде. Болдау деймін. Осылайша міне Илья Пархоменко да жеңілістің ащы дәмін татты. Дилан Қапанов өзінің екінші жеңісіне жетті осы лоу-кик жарысының аясында.